Еліміз көктемгі су тасқынына дайын ба? Әрине дайынмын. Қазір дайындығын тексеріп жатыр. Бірге жүрейік, бірге жүріңіздер, көрейік, сіздерді де көрсетейік қандай болып жатқан. Ситуация никогда не спросит, она придет в самый неподходящий момент, поэтому мы готовимся всегда к самому худшему. Тот архаизм, который был раньше, я думаю, его не будет. Нужно просто работать, контролировать. Несколько раз уменьшили коррупционные правонарушения в нашем ведомстве. Еліміз көктемгі су тасқынына дайын ба? Бұл өзекті мәселе осы уақытқа дейін үкімет отырысында сан мәрте көтерілді. Бұл да бекерден бекер емес. Өйткені қыста жауған қалың қар мен жаңбыр су басу ықтималдығын арттыра түседі. Ал су тасқынына дайындық тек қағаз жүзінде. Жыл сайын көктемгі су тасқынына дайындық бойынша әртүрлі шаралар ұйымдастырылып, дайындық тексеріледі. Шын мәнінде өңірлерде көктемгі су тасқынына дайын емес. Күні ертең ақ зардап шеккен адамдардың жан даусын, су басқан ғимараттар мен инфрақұрылымдарды көреміз. Жылдағы ахуал осы. Дайындық тек қағаз жүзінде екендігін білдіреді. Бұдан бөлек сақтандырылмаған мүлік үшін көктемгі су апатынан кейін төлемақы алу екі талай. Мүлікті міндетті сақтандыруды ұсынып отырсыздар. Ол не үшін керек? Егер страховка болмаса не болады? Сондай-ақ ғимараттың биіктігін 28 метрде белгілеп отырсыздар. Бұл не береді? Мысалы, сақтамағандар осы тәртіпті қандай шара қолданылады? Мүлікті айтатын болсақ, ол сіздің айтып жатқаныңыз жаппай адамдардың жаппай болатын объектілері шығар. Сол 2000 шаршы метрден жоғары объектілерге, сон адамдардың жаппай жүретін объектілерде біздің ойымызша ол жаңағы объектілердің өздерінің егерлеріне бағытталған, өздері үшін. Өйткені көптеген мысалға торговый центрлар бар, неше түрлі сату орындары, басқа да өздеріңіз көрдіңіздер, тәжірибе жүзінде ол жанып кеткен кезде жаңа бутиктары бар, басқа да жаңа сол жақта зардап шеккендер, басқа да адамдар бар, сол мүлкінің құнын ала алмай жатады. Өтемақы, иә? Иә, өтемақы. Сондықтан да сақтандыру жүйесі дұрыс істеп, бәрі ойдағыдай болса, ол адамдардың көбісінің жағдайлар шешіледі деп ойлаймыз. Ал егер сақтандырылмаған жағдайда қандай шара қолданылады? Бұл міндеттеледі ғой енді заңда. Иә, міндеттеледі. Сол біздің жағымыздан тексеру листінде болады. Сол пункт, егер де ол пункт болмаса, біз представление жазамыз, жауапкершілікке тартамыз. Біз ойлаймыз, келешекте оның механизм бәрін айтамыз. Жаңағы 28 метр биіктігі 28 метр болу керек деген талаптарыңыз ол адамдар жаңа көп баратын жерлерге қатысты ғимараттар бойынша ма? Неге осындай талап қойылып отыр? Ол барлық 28 метрден биік болса, сізге айтайын, мысалға 9 этажды үй, стандарт үй, одан жоғары болса, оған ерекше талаптар болу керек. Өйткені одан биік болса, бізге оны сөндіруге де жаңағы ден қоюға, жұмыстарды өткізуге қиынырақ болады. Сондықтан да өзінің талаптары бар, жалпы ережелері бар, соған сәйкес істеліп жатыр, стандарттар бойынша. Соны біз қазір заңды түрде заңдастырып жатырмыз. Көктемде бір айдан кейін су басады облыс өңірлерін. Соған сіз дайынсыз ба? Әрине дайынмын. Мен айтып жатырмын ғой, ең бастысы сол жұмыстың бәрін уақытысында ұйымдастыру. Енді келешекте көрсетеді ғой, қалай дайын болған екенімізді. Министрдің сөзіне сенсек, су тасқынына сақадай сай. Сіз былтырда өстіп айтқансыз, су тасқыны болған уақытта, сол уақытта шараны қолданамыз деп. Қазір тағы да сіз сондай жауап беріп тұрсыз, қазір әріптесіме. Сол кезде сіздер өздеріңіздің дайындықтарыңызды білдірте алмай отырсыздар ма? Биыл тағы да су тасқыны болады ғой. Сіз қанша сұрақ қойдыңыз, сол нақтысын шынайы жауабымды сізге әрдайым айттым. Бірінші күннен бері дайынсыз ба дедіңіз, дайынбыз дедім. Дайындығымызды көрсеттік. Қалай көрсете алмадық? 120 мың адам, мен айтам әрдайым. 45 мың бала ешкімде өлімге алып кеткен жоқ. Сондай 80 жыл болмаған топан суды соған төтеп бердік. Қанша жұмыс атқарылды, оны айтуымыз керек. Сол дайындығымызды әрбір сарбаз, әрбір азамат. Су тасқына биыл қалай дайындығыңыз қалай десе, қазір сіздің беріп отырған жауабыңыз, мен су тасқыны олар уақытта тағы да көреміз дейсіз. 1400 іс шара нақты жасалып жатыр деп айттым ғой. Енді қазіргі кезеңде ақпан айында біздің жаңадан құрылған комитеттің өкілдері соның бәрін тексеріс өткізіп жатыр деп айтып жатырмыз. Яғни дайын емессіздер әлі? Қазір дайындығын тексеріп жатыр. Былтыр осы ақпан айында да осындай жауап бергенсіз, былтырғы жылда. Мен айтып отырмын ғой, дайындығымызды біз көрсеттік. Иә, мынау ертіс өзені көтеріліп жатыр. Батыс Қазақстан облысында біз өзіміз болып кеттік. Сол кезде мынау Совет өкіметінен келе жатқан каналдардың барлығы
егерде ертіс өзені жайық өзені көтерілетін уақытта сол каналдарға бұрылу керек деген. Иә. ал осы уақытқа дейін сол жердегі каналдардың барлығы әлі күнге дейін тазаланбаған, жұмыстар әлі күнге дейін жасалмаған. Министр мырза, мен сізге сұрағымды қойып алайын, сонымен сіз жауабыңызды бересіз. Енді соған сіздер қалай, дайындықтарыңыз қалай? Жерасты суы көтеріліп жатыр Батыс Қазақстан облысына. Жайықтың суы жоғары деңгейде, әлі күнге дейін төмен түскен жоқ. Жұмыстың бәрі атқарылып жатыр. Нәтижесін мен жаңа айтқандай, біздің комитеттің комиссиясы барлық өңірлерді аралап, іс жүзінде аяқпен тексеріс жүргізгеннен кейін қорытындысын береміз. Ең оңайы, дайынсың ба деп сұрақ қоя беріп, сосын әрбір затқа дайын емес екенсің деп жауап беру. Олай болмайды ғой. Ол қанша адам қызметін атқарып жатыр, қанша адам күні түні ұйықтамай барлық шаралар жасап жүр. Мен жаңа нақты шараларды айтып жатырмын ғой. Бірге жүрейік, бірге жүріңіздер, көрейік, сіздерді де көрсетейік қандай болып жатқан. Былтыр сіз ешқандай жауапкершілікке тартылмадыңыз. Ол туралы бізде сұрақ қойдық үкіметте. Биыл егерде су тасқыны болатын болса, қайтадан су алып кетсе, өңірлерді сіз өзіңіздің орныңыздан кетесіз ба? Мен барлық біздің басшылықтың шешіміне дайынмын. 12 ай болды осында жүргеніме. Халық, сіздер, біздің басшылық өз пікірлерін айтатын шығар. Барлық шешімге дайын. Уважаемый министр, вы в первую голову ответственны за безопасность населения на случай военной агрессии и территориальных претензий к Казахстану. В каком состоянии находятся бомбоубежища, подвалы столицы? Проводилась ли вашим ведомством ревизия нежилого фонда? Привлекались ли общественники, представители общественных организаций к этим рейдам? Готовы ли мы к спасению населения на случай военного вторжения на территорию Казахстана и то же самое на случай землетрясения в Алматы, скажите? Сейчас я вот депутатам рассказывал о том, что вводится новый термин «простые укрытия». Мировая практика показывает, что все вот эти конфликты, происходящие на территории города, в том числе простые укрытия, очень дают большой эффект. Это паркинги, подвалы, подземные какие-то сооружения. Отошли от практики строительства больших бомбоубежищ и использования больших конструкций. Поэтому вот эти простые укрытия, они дадут нам возможность на сегодняшний день порядка, по нашим подсчетам, 14 миллионов граждан мы можем разместить в них. И эта работа ведется. Я сейчас рассказал о том, что если говорить про защитные сооружения, состояние их там не самое лучшее. 30 из них мы привели в соответствие к готовности, которая находится на предприятиях. И они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность именно рабочей смены, которая работает на предприятиях, в том числе оборонно-промышленного комплекса. А для простых астанчан, которые проживают в обычных жилых комплексах, что для них предпринято для их безопасности? Вот понятийно вводится понятие простых укрытий, будут требования к ним, и в новые жилые комплексы это будет учитываться. Если это подземный паркинг, то он будет соответствовать этим нормам. Если это надземный паркинг, там будет строиться отдельная конструкция, которая будет соответствовать предъявляемым требованиям. 14 миллионов человек – это в среднем та цифра, которую смогут разместить эти временные укрытия. И подскажите, пожалуйста, на случай землетрясения в Алматы, насколько мы готовы спасать наших граждан? С практической точки зрения, я только что депутатам рассказывал о том, что систем прогнозирования, заранее знать информацию, такого практически нет ни в одной стране мира. Но какие-то колебания, считывание этой информации и в моменте, когда это происходит, дать информацию, это как раз-таки институт сейсмологии за это ответственно, они занимаются улучшением этих показателей. В части реагирования уже после землетрясения, в том числе разрушительного, все алгоритмы у нас имеются. Одним из, скажем так, если говорить про Алмату, большая работа была проведена по выделению земельного участка более 173 гектара в Турксибском районе, южная база Алатау, в котором будет развернут при необходимости палаточный городок
Раньше этого не было, раньше не было этого алгоритма, не было разделения зон ответственности, кто за что отвечал. Сейчас это все приводится в порядок, и с практической точки зрения проводятся тренировки. Вот эти вот палаточный городок, он на первых этапах, я думаю, хороший даст подспорье. Ну, И в каждом в каждом городе такой же аналог мы будем проводить. Отлично. После того, как мы наработаем эту практику. У Спасибо. правительства, У вас уже наверное, есть свой третий вопрос план уже. А, план Б, и, естественно, оно готовится к каким-то срокам. Можете ли вы обнажить хоть какую-то информацию по этому? Сроком? Да. Ну, вы же готовитесь к ситуации, и примерно у вас есть видение, когда это может Ситуация случиться. никогда не спросит, она придет в самый неподходящий момент, поэтому мы готовимся всегда к самому худшему. Ну, это весна, Эльмира, лето. пожалуйста, Мобилизованы все время. следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас теперь по новому законопроекту, да, по закону, у пожарных будет, точнее, возвращена, да, функция проверки бизнеса, здания выше 9 этажа. Вот скажите, пожалуйста, в свое время эту норму убрали, потому что, грубо говоря, пожарные очень часто бизнес кошмарили, и здесь была коррупционная составляющая. Вот сейчас бизнесмены наши опять будут бояться пожарных. Вот что вы будете делать для того, чтобы история, которая ранее была, не повторилась, и бизнесмены не готовили и не закладывали в свои бюджеты, скажем так, взятки для пожарных, для того, чтобы к ним не было вопросов и претензий? Вы правильно отметили, это все было сделано в рамках, в угоду вот этой программы Doing Business. Там не только пожарные, там все другие были проверяющие органы, которых исключили из проверочных листов, принятия заключений там, и иных факторов. Бесконтрольная застройка, происходящие события, отсутствие ответственности, да, за те или иные конструкции, оно вот все и вылилось в то, что в необходимость возвращения этих функций. На дворе 25-й год, тот архаизм, который был раньше, я думаю, его не будет. Нужно просто работать, контролировать. И думаю, за 24-й год мы это хорошо продемонстрировали. Несколько раз уменьшили коррупционные правонарушения в нашем ведомстве. И дальше будем это продолжать работать. Ал іс жүзінде таяқтың бір ұшы қарапайым халыққа тиеді.